Я сам в шоке. Мне запретили в Казахстане драться. Баршаңызға ассалаумалейкум. Бәрін изначально басынан бастап айтайын да. Жалпы менде стилист жоқ, менде сценарист жоқ. Мен бүкіл істеп отқан шаруаларым өзім жасап отырмын да. Өзім жасап отырмын. Мына қазір Қазақстанда жоқ нәрсені алып келдік та. Шоуды алып келдік, разогревті алып келдік та. Разогревті лично мен сияқты разогрев жасап отқан адамды мен көрген жоқпын да Қазақстанда. Сол үшін мен соны жасадым. Именно мына халық үшін қызық болсын, кішкене деген интрига болсын, бойдың алдында кішкене деген продаваемость билет өтсін деп мен халық үшін жасадым да. Бірінші мен әйелім, балам, семьям, ата-аналар үшін, чтобы они ни в чем не нуждались. Аяққа тұрып, өзім жағдайымызды жасап, сол үшін жасадық та. Бала шағам үшін жасадық қой, семьям үшін деп айтайын. Мен ешкімне ұрлаған жоқпын, ешкімді балағаттаған жоқпын. На самом деле, болып атқан нәрселер тек мына жарыста, например, бой болайын деп атқанда болатын нәрсе ғой, основном. Далада мен беспределить етіп, далада төрлесіп атқан жоқпын, біреуді просто так ұрып атқан жоқпын, например, да. Мен ол темалардың бәрін білем да. Далада что-то үлесуге болмайды, жаман нәрсемен айналысуға болмайды. Я лишь делал разогрев, я лишь делал трэш-ток. Шоу жасағамыз қазақ елі үшін да. Қазір кейбір адамдар айтпай қойын кім екен. Мен білмеймін, өзім білмеймін бар ғой. Мен кейбір адамдар қазір маған рұқсат бермей жатыр Қазақстанда төлесуге. Получается, Қазақстанда ғой, енді алдында король ринга деген бар среди ветеранов. Астанада болды, соған шыға алмадым, например. Шығып бокс істесім келді да. Соған шығарған жоқ мен, рұқсат берген жоқ та. Найзаға келдік Жұманмен. Майыр сұрап отыр ғой, Жұманмен не болды, бой неге болмады деп бәрі күтті да. Қазақ ел личка қаншама адамға жазып отыр да маған. Мен сіздерге айтайын достар, мен онда найзада рұқсат берген жоқ маған шығуға. Мен өзім бойдан секіріп кеткен жоқ, маған просто рұқсат берген жоқ шығуға, болды. Мен білмеймін кім екен. Мен вроде деген шынайы да, далада бұзақылық жасап отқан жоқпыз, төлесіп отқан жоқпыз. Просто разогрев жасап жатырық, просто шоу жасап жатырық та. Шынымен де. Білмеймін, неге олай болып жатқан. Вроде мен политика қуып жатқан жоқпын, мен заңға қарсы шығып жатқан жоқпын. Мен ровно жүрмін, спорт саласында нандықты табайық деп, семьямыз аш болмасын, бәрі жағдай болсын деп жасап жатырық. Мен түсінемін енді, действительно қуып жатсақ бір жөн, далада төбелесіп, беспределить етіп, анау, ананы ұрып, мынаны ұрып, тогда мен түсінемін да, конечно. Өзіміз білеміз ғой, ол ар жағы заң бар екен да, что ол дұрыс емес екен білеміз. Солай достар, бәрі жазып жатсыңдар, міне сіздердің алдарыңға осындай видео түсіргім келді, айтқым келді, бәрін. Енді ойлаймын, енді бәрі жақсы болады деп ойлаймын да. Иншалла адамдар, енді мен ол адамдармен кездесіп, өзім деген что это образ, что это бәрі кино екен түсіндіргім келді да. На самом деле біз өмірде ондай емеспіз да. Біздің қазақ елі шоуды түсінбейді да. Біздің Қазақстанға шоу керек емес дей ма, әлде маған айтса, міне Қазақстанға шоу керек емес, Ануарбек шоу жасамаш, міне керек емес десе, болды ғой, мен мұнда ештеңе жасамайын да, мен кетем Россияға, шетелге, там Ташкентке, басқа жерге барып төрлесем да. Қазақстанда шоу жасама, қазақ еліне шоу керек емес десе, мен түсінем. Бауырлар, просто маған айту керек еді да. Мен оны білген жоқпын да. Мына шоуды действительно өзім қазақ бауырларым үшін жасадық та. Шоу жасамасақ, мен ешкім танымас еді да. Шоу жасамасақ, жағдайымыз қазір деген, біз шоу арқылы, төбелес арқылы семьямызды асырап, спорт саласында жүрік та. Жұмысымыз ғой, біздің жұмысымыз да. Дұрыс түсініңдер. Солай, короче, басқа айтарым жоқ. Енді бәрі жақсы болады деп ойлаймын.